Өңіріміздегі мемлекеттік орман қорының аумағы 478.737 гектар жерді құрап отыр. Жыл сайын бұл көрсеткіш артып келеді. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында облыстық аумақтық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі инспекциясы мамандары мәлім етті. Павлодар облысында екі ірі тәлімбақ бар. Бұл Баянауыл ауданындағы ұлттық табиғи паркі мен Ертіс орманы резерваты. Ағымдағы жылы ерекше қорғалатын жерлерде, яғни Ертіс орманында 200 гектар жерге, ал Баянауыл ұлттық табиғи паркіне 60 гектар аумаққа көшеттер отырғызылды. 2784 гектар орманды жердің аумағы қалпына келтірілді. Баршамызға белгілі қыркүйек айында Баянауыл ұлттық паркінде орман өртінің шығуы орын алған болатын. Отқа оранған жер жылдар бойы қалпына келтіріледі. По Баянаулскому, значит, там более 100 гектаров. Баянауыл ауданы бойынша жалпы аумағы 100 гектар жер зақымданған. Бүгінгі таңда келтірілген шығын белгілі болды. Енді бұл жерге комитеттің бұйрығымен жасыл көшеттер отырғызылатын болады. Жанған жер тазартылады. Әрине, қалпына келтіріп, жасылданып гүлденуіне уақыт керек. Қарағай 2-3 жыл өседі. Биік болып өсуіне 5-10 жыл керек. Табиғатты қорғау комитеті орман алқаптарын кеңейту үшін арнайы жоспар құрды. Жұмыс кезең-кезеңмен жүзеге асырылып келеді. Тек соңғы 5 жыл ішінде облыстың орман қорғау мекемелерімен 11903 гектар аумақта орман ағаштары отырғызылған және 12091 гектар жер орманды алқапқа ауыстырылды. Павлодар мен Шығыс Қазақстан облыстары арнайы жобаға ілікті. Прооновский проект у нас есть такой. Жобаның негізгі мақсаты бұрынғы колхозбен ауылдардан және есептен тыс қалған орманды алқаптар мемлекеттік қорға енгізіледі. Оған қайың шоқтары мен қылқан жапырақты екпелер жатады. Енді бұл жасыл көшетті аумақтар мемлекетпен қорғалатын болады. Және де бұл жобаның жаңашылдығы Ақсу мен Павлодар қалаларының аумағын жасылдандыру, яғни көптеп ағаш отырғызу жоспарда бар. Ағаш атаулының адам денсаулығына пайдасы мол екендігі баршамызға белгілі. Жасыл қорымыз кеңейіп, жайқалып тұрса, өңіріміздің экологиялық жағдайы жақсаратыны сөзсіз. Әйгерім Тоқпанқызы, Анатолий Классен, Ертіс ақпарат.